Төртінші кезең. Жасанды жер серігімен байланыс. Бұл кезең енді қазіргі біздің кезең ғой. Қазіргі кезде қандай жетістік бар, соның бәрі осы төртінші кезеңге кіреді. Бірақ қазір біз дамудың шырқау шыңына жеттік. Біз енді бесінші кезеңге қарай алғашқы қадамдарды жасап бастап, алғашқы сатысына қадам бастық. Бірақ бұл дамудың басы да әлі басталған жоқ. Бұл сол алдыңғы кезеңдердің өркендеп өсіп жетіліп берген жетістіктері еді. Сонымен жасанды жер серігіне келсек, бұл да әскери қажеттіліктен туындаған ауқымды жоба. Бір айта кететін жайт, адамзаттың ғарыш дәуірі осы төртінші кезеңде басталды. Себебі біз айға қадам бастық, Марсқа аяғымыз тиді ме тимеді ме, ол жағын білмеймін. Бірақ адам әуе кемесі арқылы барғаны анық. Және басқа да күн жүйесіндегі ғаламшарларға зерттеу әуе кемелерін жібергеніміз соның дәлелі. Біз ғарышты бағындырудың алғашқы қадамын жасадық. Ендігі мақсат шығу. Ал енді бағанағы айтқан әскери қажеттілікке келейік. Зымыраннан басталды ғой өткен кезеңдегі бағдарламалау дәуірінің басы. Мұнда біз соның жемісін қазір көріп жатырмыз. Жаңағы менің айтқан алдыңғы кезеңдердің жетістіктері дегенім осы болатын. Яғни сан түрлі бағдарламаларды қазір көріп жатырмыз заманның ағымына қарай. Ал ол кезде бұлай жетілмеген болатын, әрі бізде оны жетілдіруге мүмкіндік те болмады. Мүмкіндік қашан болды? Осы жасанды жер серігін ұшырғаннан кейін болды. Жалпы айтқанда бізге сақтау шексіздігі керек болды. Ал ол осы жасанды жер серігімен іске асты. Жарайды, оны кейін айтармыз, алдымен қалай жасадық? Қалай таптық осы теңдесі жоқ өнерді? Деген сұрақтарға тоқталайық. Осы жерде аңыздар өте көп айтылады. ақш өзге ғаламшарлықтармен тілдесіп, содан олар осы өнерді үйретті дейді. Тағы да бірдеңе дейді. Енді бұлардың бәрі орыстың былжыраған әңгімесі ғой. Анығында бәрі әуе бақылаудан шыққан болатын. Бір әуеден бақылайтын көз керек болды әскерилерге, содан бұлар тікұшақтың кішкентай түрін жасап шығарады. Қазіргі ұшқышсыз ұшу аппараттары сол кезде пайда болған. Қазір өте қолжетімді болды ғой, тойларда төбемізде ұшып жүреді. Концерттерде солмен түсіреді қазір. Әркім өз қалауынша қажеттілігіне байланысты әр түрлі салаларда қолданылып жатыр. Ал ол кезде әуелік бақылау аса маңызды болды, бірақ бұл тапқан нәрселері аймақтық бақылауға жеткіліксіз болды. Сол себепті де ғалымдарға басқа нәрсе ойлап табу керек болды, және сол күн тәртібіндегі маңызды іс болып жүктелді. Ол кезде айға ұшу, ғарышқа шығу, жақын кеңістікті бақылау, әуе қысымын тексеру, ғарышқа шығатын жол табу, жер айналып ұшу жолы деген тақырыптар өртеніп тұрған болатын. Одан алғаш адам ұшты біздің Байқоңырдан, сондағы шыққан сөз ғой, жұрттың байы жер айналып ұшып жүр, ал біздікі үй айналып құсып жүр деген. Сол кезде біреудің басына келсе керек сондай ғарыштық бақылау жүйесін жасап, оны жер айналып ұшырып қою деген. Содан оны жасап ұшырып қойды, әуедегі көз қылып. Ол іске асты да, бірақ ғалымдар олмен тоқтамады. Әрмен қарай дамытты, себебі жер бетіндегілерге шексіз сақтау қоймасымен алыс аралық ауа тоғы арқылы байланыс керек болды. Бұның екеуі де қазір істеп тұр. Ал бағана жоғарыдағы оған әлі келеміз деген сақтау шексіздігіне келсек. Жалпы қоғамда компьютер қолданысқа енгеннен кейін бір байланыспен сақтау қоймасы керек болды. Алдыңғы кезеңдерде айттық қой сымды телефон жайлы, ол бірақ бұл кезеңнің адамдарына машақатты жұмысы көп іс болды. Себебі сым тарту керек, одан телефонды орнату керек, өздерін білесіңдер ғой, 90-шы жылдар телефон тарқыздық қой бәрімізде. Сондай жұмыстан қашып бұлар ұялы телефонды шығарды, сол ғарыштық байланысты жасап. Оған сосын ғаламторлық байланысты орнатып қосты, енді қазір Wi-Fi-ды қосып жатыр. Бәлкім осы кезеңнің ең үлкен жаңалығы әрі ең үздік жетістігі осы Wi-Fi шығар. Мен бірақ солай деп баға беремін. Неге олай айтқанымды келесі кезеңді оқығанда түсінерсіңдер өздерің. Ал ғарыштық байланыс түсінікті болса, сақтау шексіздігіне келсек.
Оны мен былай түсіндірейін. Жалпы осы компьютер шыққаннан кейін адамзат баласына қауіпсіз әрі шексіз қойма керек болды. Неге? Себебі мына заманның тапқырлықтары өте жылдам әрі қарқынды түрде дамыды. Ал оларды зат күйде ұстау мүмкін болмай қалды. Әрі оны зат күйде ұстаудың да өзіндік қаупі бар болды. Техника бұзылуы мүмкін, жоғалтып алуын мүмкін дегендей. Сондықтан шексіз сақтау қоймасын сол жасанды жер серігіне орнатып, оны жақын кеңістікке ұшырып қою жалпы адамзат үшін ең оңтайлы шешім екенін бұл заман дәлелдеді. Қазір бәрі сонда тұр. Миллиондаған кинолар, миллиондаған бағдарламалар, миллиондаған ақпараттар, бәрі. Тіпті мен осы жазғанымды да сонда салып сақтаймын. Себебі менің бұрын аузым оңбай күйді. Телефоным бұзылым, содан көптеген жазбаларым соның ішінде кетіп, компьютерде де сондай болған. Содан берсін осы ғаламторда сақтап үйренгенмін. Және тағы бір қоса кететін жайт бұл әуедегі қойма жайында. Бұл қазір үлкен базарда болып тұр, керегіміз осыдан аламыз. Киім-кешек ыдыс-пыдысын былай тұрсын, бағдарламаларда осы жерден іздейтініміз жасырын емес қой, компьютерге, телефонға. Ал айтылмаған нәрсе қалды ма бұл кезеңнен қалай ойлайсыңдар? Бір нәрсе бар, әрі осы кезеңнің құпиясы да осы. Ол қару, яғни жасанды жер серігіне қару орналастыру. Ол қандай қару? Білемін, бірақ айтпаймын. Өз уақытында көре жатарсыңдар, бір айтарым, ол қаруға бірінші болып жеткен мемлекет әлемді қолында ұстайды. Абзал Батырхан, 21 қаңтар 2024 жыл 17:49.